Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті радио көшету арнасының көрермендері, бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіздер. Өткен бүгінгі видеода біз автосонда келетін сұрақтардың тесттің жалпы тағы 40 нұсқасын талдайтын боламыз. 40-ын талдаймыз және соны соңына дейін көріп, өздеріңізге пайдалы жеңіл алып, автосонда тесттен иншалла өтіп кетіңіздер. Сіздерге соны тілеймін. Ендеше тесттерді талдауды бастайық. Елді мекеннен тыс жерлерде мына көрсетілген жол белгісі қауіпті бұрылыстан қандай арақашықтықта орнатылады дейді. Бұл жерде тура қауіпті бұрылыстың алдына орнатылмайды. 150-300 метр немесе 50-100 метр. Бұл жерде 50-100 метр арақашықтықта орнатылу керек шамасы. Сізге аталған қандай көлік құралдарын басқарған кезде тура жүруді жалғастыруға тыйым салады дейді. Сізге аталған қандай көлік құралдарын басқарған кезде тура жүруді жалғастыруға тыйым салынады. Белгіленген аймақта тұратын қызмет көрсетуші кәсіпорын азаматтардың механикалық емес көлік құралын аталған кез келген көлік құралдарын сияқты бұл жерде сізге бас басуға рұқсат етіледі ме? Жоқ, бұл жерде тыйым салынады. Мына жерде де тыйым салынады. Осы жерде сізге солға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Жоқ, бұл жерде тыйым салынады. Солға бұрыламаймыз. Осы жағдайда бағдаршамның тыйым салу сигналы қосылған кезде сіз қай жерге тоқтайсыз? Тоқтаусыздығы жол белгісінің алдына. Бұл жерде осы жағдайда жеңіл автомобиль жүргізушісіне жүруді тротуардан бастауға рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі, егер ол жүк автомобиліне кедергі туғызбаса. Төменде көлік құралдары жүргізушілер қандай кезекте ретімен бір мезгілде қатар ауыстырады? Бұл жерде оң жақтан кедергі мотоцикл бірінші жүреді, одан кейін барып автокөлік жүргізушісі былай қарай ауысады. Мына жерде қай жүргізуші ереже бұзды дейді? Бұл жерде жүк автокөлік жүргізушісі ережені бұзып тұр. Ал жеңіл автокөлік жүргізушісі бұл жерде дұрыс қойды көлікті. Сізге көпірдің жол өтпесі астында тоқтап тұруға рұқсат етіледі ме? Жоқ, бұл жерде тыйым салынады. Сіз тура бағытта келе жатып кімге жол бересіз дейді. Біз тура бағытта келе жатқан кезде бұл жерде әуелі автобусқа жол береміз. Өйткені автобус оң жақтан кедергі болады мына көлікке, ал бұл көлік бізге оң жақтан кедергі болады. Содан кейін барып біз жүреміз, яғни автобусқа және жеңіл автокөлікке деген нұсқаны таңдаймыз. Сіз оңға бұрыларда кімге жол бересіз дейді. Бұл жерде мынау велосипед жүретін жол дегенді арнайы көрсетіп қойған, және жаяу жүргіншілерге ол белгілі жайт жол беретін, сондықтан жаяу жүргінші және велосипедшіге жол береміз. Көлік құралын пайдалануға тыйым салынады. Бұл жерде 4 жағдайда да тыйым салынады. Жүргізуші көлік құралын басқаруға тыйым салынады, егер қаулы бекітпе құрылысы болғанда. Бұл жерде 3-ші жауап дұрыс. Рұқсат етілген ең жоғары масса бұл жасаушы кәсіпорын ең жоғары рұқсат етілетін ретінде белгілеген көлік құралына жүктелген жүргізуші мен жолаушылар бар массасы. Басты жол қай суретте белгіленген? Бұл жерде басты жол 1 мен 4-те ғана белгіленген, ал мына жерде оң жақтан тұйықталған былайша айтқанда жол деген сөз, ал мына жерде басымдық белгісі. Сондықтан 1 мен 4-тегі жауапты белгілейміз. Көрсетілген жол белгісінен өткеннен кейін сізге тіркеуге алған механикалық көлік құралымен қандай жоғары жылдамдықпен жүру рұқсат етіледі? Бұл жерде 50 км/сағатына Қостанай деген белгі шығып тұр, және артта тіркеме болса 50 км болады. Аулаға бұрыларда сіз кімге жол бересіз? Қарама-қарсы келе жатқан автокөлікке, сары және жаяу жүргіншілерге. Сізге қай көрсетілген трактор бойынша оңға бұрылуға рұқсат етіледі дейді. Бұл жерде екіншімен бұрылуға рұқсат етіледі. Дәл осындай сұрақ бар тағы да, құрметті достар, қараңыздар, назар аударыңыздар. Егер мына жерде, мына сызықпашы сызық көріп тұрсыздар ғой, менің былайша айтқанда мышкамның несін. Осы неде болатын болса, егер сплошной сызық болатын болса, онда мына 1-мен бұрылуға рұқсат етіледі. Сол кезде мына 1-ді таңдайсыздар. Ал мына жерде сплошной емес, сондықтан 2-ге түсіп барып бұрыламыз. Мына жерге тоқтауға рұқсат етілмейді, бұл жерге тоқтауға тыйым салынады. Тәуліктің қараңғы уақытында тәуліктің жарық уақытында барлық жүріп келе жатқан көлік құралдарында олар белгілеу мақсатында күндізгі жүру оттары қосылады. Фаралар жарығы шағылыстырған кезде сіз авариялық жарық сигналын қосасыз және жүріс жолын ауыстырмай тоқтайсыз. Дәл мынадай жағдайда. Мына жерде қай жақпен бұрылуға болады дейді. Бұл жерде біз 2-мен өтеміз. Өйткені мына жақтан қарсы көліктер келуі мүмкін. Елді мекен автобустан озғаннан кейін сіз қозғалысты қай жүру жолағымен жалғастырасыз? Бұл жерде жүру жолақтарының кез келгенімен жалғастырамыз. Сіз солға бұрыларда кімге жол бересіз? Бұл жерде біз солға бұрылатын кезде жарқылдақ маяғы және арнаулы дыбыстық сигнал қосылған автокөлікке және оң жақтан кедергі болып табылатын автобусқа жол береміз. Демек, көлік құралдарының екеуіне де. Осы жерде сіздің әрекетіңіз, егер осындай авария жолда болып жатса, онда сіз барынша
қажет болған жағдайда аялдау үшін жылдамдықты азайтасыз, өйткені полиция қызметкері тоқтатуы мүмкін. Мына жағдайда жол қозғалыс ережелері бойынша басып озуға рұқсат етіледі ме дейді. Егер қарсы қозғалыс жолағына шықпастан рұқсат етіледі, яғни мына жаққа шығып кетпейтін болсаңыз, онда басып озуға болады. Мына жағдайда қайсы жүргізушілер ереже бұзды? Бұл жерде мотоциклде және жеңіл автокөлік жүргізушісі екеуі де бұзды, өйткені бұл жерде қиылысқа келіп қалған кезде басып озуға болмайды. Мұздақ жолмен жүру кезінде көрсетілген қандай сіздің әрекеттеріңіз ауытқуды болдыртпауға әкелуі мүмкін? Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін тиісті жылдамдықпен жүру, бұрылыстан менге төгілуді қалыптыру, бұрылыстар айналма жолда тежемей жүру, мына жерде барлық көрсетілген әрекеттер. Сіздің шаршағаныңыз зейініңізге және реакцияңызға қалай әсер етеді? Сіздің зейініңіз бен реакцияңыз арта түседі емес, сіздің зейініңіз бен реакцияңыз нашарлайды. Дәл осы жағдайда, егер бөлу жолақтар бар жолмен жүру кезінде сіздің бағытыңыздың жүріс бөлігінде қарсы жүріп келе жатқан автомобиль пайда болса, сізге барынша оңға қарай ұстану және жүру жылдамдығын азайту қажет, ал қажет болған кезде тоқтау ұсынылады. Тік ұзақ еңісте ілінісі, берілісі қосқан автомобильдер ұзақ тежеудің қаупі неде? Тежегіш тетіктерінің қызып кетуінде, бұл жерде. Дұрыс. Алғашқы көмек көрсетуде алгоритмнің екінші кезеңіне жатады. Апат болған аймақты қарау және қауіпсіздікпен қамтамасыз ету бұл бірінші кезеңі, екінші зардап шегушіні қарау және алғашқы көмек көрсету. Қандай мақсатпен алғашқы көмек көрсетіледі? Адамның өмірін құтқару және зардап шегушіні қорғау үшін, хал жағдайын жақсарту және оның нашарлауына жол бермеу үшін. Алғашқы көмек хал жағдайды жақсарту және оның нашарлауына жол бермеу үшін көрсетіледі, ал адамның өмірін құтқару бұл әуелі Алланың қолында, одан кейін оған себепкер болатын дәрігерлердің, яғни мамандардың қолында. Жол жүріс қағидаларымен тыйым салынған айналып бұрылу, бұрылыспен жалғасқан жағдайлар және қарсы жүріс жолағына шығу 6 айға дейін көлік құралы басқарма құқығынан айырады. Әкімшілік жаза салынғаннан кейін 1 жылдың ішінде қайтадан жылдамдықты арттырып штрафқа түсетін болсаңыз, онда 30 айлық есептік көрсеткішке бірақ түсесіз. Мына жерде сіз көрсетілген жерге жүк автокөлігімен тұраққа тұруға рұқсат етіледі ме? Жоқ, бұл жерде тыйым салынады, өйткені бұл жерде қарап тұрсаңыздар, жеңіл автокөлік жүргізушілері ғана тұратын жер деп тұр. Егер рульдік басқарудағы жиынтық люфт мынадай мәндерден асса, жеңіл автомобильдер мен олардың негізінде жасалған жүк автомобильдері мен автобустары пайдалануға тыйым салынады дейді. Бұл жерде бұл 10 градус деген жауап дұрыс. Көрсетілген қандай жағдайларда жолаушылар тасымалдауға рұқсат етіледі? Фургон, шанақта деген жауап дұрыс бұл жерде. Мына жағдайда сізге осы әдіспен жүк тасымалдауға рұқсат етіледі ме? Иә, рұқсат етіледі бұл жерде. Тест сдан 35 балл, өте жақсы. 5-еуінен қате кеткен екенбіз. Бұл жерде біріншісі 50-100 метр емес, 150-300 метр екен. Дұрысы, 150-300 метр екен. Одан соңына екіншіге көшеміз. Сізге аталған қандай көлік құралдары басқару кезінде тура жүруге жалғасуға тыйым салынады дейді. Механикалық емес көлік құралын пайдалансақ, автомат, яғни коробкалы, ол кезде тыйым салынады екен мына жаққа кіруге. Одан кейін 21-ден қате кеткен екенбіз. Бұл жерде жоғарыда аталғандар кез келгені қосылады екен. Тәуліктің жарық уақытында барлық келе жатқан көлік құралдарын олар белгілеу мақсатында қандай сыртқы жарық аспаптары қосылады. 34. Бұл жерде қандай мақсатпен алғашқы көмек көрсетіледі дейді. Бұл жерде екеуі де дұрыс. Бұл жерде құтқару және зардап шегушіні қорғау үшін дейді. Негізі екіншісі көбірек дұрыс, бірақ бұл мына жерде зардап шегушіні қорғау үшін дегенде осының ішіне кіреді, яғни алғашқы көмектің ішіне. Және 37-ші дұрыс. Бұл жерде тек ең жоғары масса көлемі 3,5 тоннадан кем емес жүк автокөліктеріне рұқсат етіледі деген жауабы дұрыс екен. Ал қалғандары белгіленген жауаптардың бәрі дұрыс. Мен жаңа өзім кішкене күмәнданған сұрақтарға қайтадан қарап өтейін. Иә, мына жерде қиылысты реттеуді дұрыс таптым. Оң жақтан кедергілер жүреді. Мына жерде дұрыс екен. Мен кішкене қиналған жаңа өзім сұрақтарымды көрсем деп жатырмын. Иә, міне мына жерде осы екінші траектория бойынша, ал егер сплошной болса, онда бірінші траектория бойынша. Мына жерде дұрыс болған екен. Дұрыс екен, дұрыс екен, дұрыс. Иә, мына жерде көлік құралдарына екеуіне жол бересіз. Мынау дұрыс, мынау дұрыс, мынау дұрыс, мынау дұрыс. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Иә, осы талдауды басынан көріңіздер достар, және естеріңізді жақсылап сақтап түсініп алыңыздар. Егер видео пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, астына пікір жазуды, өздеріңіздің қолдауларыңызды білдіріп, сұрақтарыңызды қоюды ұмытпаңыздар. Және ең бастысы астына қоңырау шырмасын басып, арнаға тіркеліңіздер және праваны өз күшімен, ешқандай жемқорлықсыз білімнің күшімен аламын деген достарыңызға, қандастарға, басқа таныстарыңызға видеоны жіберіп отырыңыздар достар. Сіздермен бірге болған жас ағартушы мен Спабек Элнар Манатбекұлы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Келесі сабақта кездескенше достар, сау сәлеметте болыңыздар.